Алла. Алла ба, қалайсыз? Кім? Қашан? Ой, неге жібересіздер оны? Жоқ, не істейді ол мұнда, не істейді ол? Өзім зорға күнім көріп жүрмін ғой мен. Мама, дені сау болса мейлі екен да. Сөйлей алмайды, ештеңе естімейді. Жоқ, біреу жұмыс дайындап қойыпты ма оған? Сізді қызы. Қай жерден түседі? Бопты. Бопты маған. Ne akıp geldin қалаға? Жұмыс істейтін болсаң, ауылда істей бермейсің ба? Ауылда. Саған біреу жұмыс дайындап қойып ма мұнда? Боп, жарайды, бір нәрсесін қыламыз. Жүр, кеттік. Кел. Кір, отыр. Үй осы. Тар болса да бір нәрсе сыйсамыз. Қасым, мен жұмысқа кеттім, жұмысқа. Жаңағы ақшаны маған бере сал. Ақшаны. Үйге азық-түлік алып келем, азық-түлік, жейтін. Қалған өзінде тұра берсін. Сен жат, демалып ал. Ұйықтап ал. Кеттің жұмысқа. Әке, мен бүгін балалар қыздар киноға шақырған. Кино біткеннен кейін суши барға барамыз дегем.
Соған ақша берші, бәрін өзім көтеремін деп уәде бергем. Жарайды болым. Сенден аяған ақшаны ит жесін. Достарың алдында сен әлде қайда биік болуың керек. Олар сен сыйлау керек. Сен өткен менің баламсың. Соның үшін қанша ақша керек болса да сұрай бер. Түсіндің ба? Жандос, мен саған дос ретінде айтайын. Мына дейтінді қойсаңшы. Шекеңе тиетін уақыт болды ғой. Осы уақытқа тек қаншама ақша салып жібердім. Мен мына жерге тек сен көңілің үшін ғана қасаң келіп отырам. Айтпесем мына жерге кірмек түгіл, маңына да жолағың келмейді. Ақылың бір жеріңе тығып қой Шырағым. Өзімді күйіп отырмын. Берші ақша. Осы жол гарантия көтерем. Еркекше. Қандай ақша? Осы сөздерді алып, айтып, маған қанша рет ақша алдың ба? Қайда көтерген? Үнемі қадаласында жүресің. Берген ақшаң міндетсініп жатсың ба? Көтеріп беремін саған. Артығымен көтеріп беремін. Мен саған міндетті қылып жатқан жоқпын. Тек мына жерге жоламай ақ қойшы деп жатырмын. Қойшы. Берші ақша. Бар ма? Көтеремін. Жандос, қайдасың болды? Рауан дұрыс айтады бұны. Қойсай болды. Келесі оғасындар ма екеуің? Ақыл айтпай тыныш отырыңдар. Мақұл, бермесінде бермей ақ қойыңдар. Рауан фирмаларында жұмыс бар ма? Ауылдан братан кепті. Мамашқа жіберген ғой, қаладан жұмыс тауып берді. Анаңды қызметтемін деп әлі алда жүрсің бе? Шаруаң болмасын, бар ма жұмыс жоқ па? Мамандығы қандай? Қандай мамандық? Мылқау ғой. Мылқау? Иә. Жоқ, бірақ мылқау болғанмен қолынан келмейтін жоқ. Барлық тірлікті істей береді. Жоқ, енді бізде қазір айтарлықтай бос орын жоқ. Оның үстіне мүгедек жан екен. Ол кім мүгедек? Сен сияқтылармен төртеуін ұрады ғой. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Енді грузчик боламын демесең, басқа білмеймін. Қанша айлығы грузчиктің? Енді күнделікті істеген жұмысына байланысты. Күнделікті істеген жұмысына байланысты болатын болса, оған жұмыс бере бер. Айтып отырмын, күші көп. Көбірек жұмыс берсең де болады. Жақсы, ертең офиске кел онда. Болды, сөйтейік. Сен не істейтін болдың? Мына дейтінді қоясың ба, жоқ па? Оны өзім білемей, қойындаршы, ақыл үйретпе. Кеттік па? Кеттік.
Міне, осы жер ағам осы жерде жұмыс істейтін болады. Кешегідей айтқандай келіскенде күнделікті істеген жұмысының көлеміне байланысты күнделікті еңбек ақысын алып отырады. Қасым, бүгіннен бастап осы жерде істейсің. Түсін ба? Қанша көп істесең, сонша ақша аласың. Түсін ба? Жұмысқа кірісе берсің ба? Иә, кірісе берсін. Ертең қасындағылармен түсінісе алмай қиналып қалмай ма? Жоқ, ол жағынан проблема жоқ. Құлақ естімегенмен адамдан сөйлеп жатқан еріне қарап түсіне береді. Ол жағы жақсы екен. Жақсы Жандос, мен шаруаларым көп жүрейін. Ассалаумалейкум аға. Саттар деген сіз ба аға? Я, не болды? Мен Ермек деген кісінің айтуы бойынша келіп тұр едім алдыңызға. Ермек па? Адамдар маған бірақ мәселемен келеді. Сен де сол шығар. Қысқасы аға, шұғыл ақша керек болып тұр. Үйдегі келіңіз қатсыр қаттанып ауруханада жатыр еді. Соған мүмкіндік болса көмектесіп жіберсеңіз аға. Мүмкіндік болса дегенді басқа біреуге айтасың. Менде мүмкіндік бар. Қанша ақша керек? 1 миллиондай. Бар жоғы 1 миллион ба? Иә. Кепілдікке не қоясың? Кепілдікке мына отырған көлігімді қоям. Мына салдақыңды ма? Ломбардқа апармайсың ба? Енді барым осы болып тұр аға. Ломбардқа шынымды айтсам алып бардым. Бірақ олар маған керекті қаражатты бермей жатыр. Мына ломбард мұндай салдақыларды алмайды. Адамдар маған соның үшін келеді. Пайызына келсек, Қанша пайыз болады? 30%. 1 миллион аласың, 300 мың қосып бересің. Жарайды аға, келістім. Ана машинаны тексеріп, аулаға алып кірші. Саған бір ай сұрап, 1 миллион алдың, 1 миллион 100 қарсың. Жарайды, түсінікті. Рахмет. Жарайды. Қорықпа жаным. Мен ақша таптым. Енді бәрі ойдағыдай болады. Әлі ақша соғып кетесің. Шай құш. Отағасы, мен сізге бірдеңе айтайын деп едім. Иә? Мына істеп жүрген тірлігіңізді қойсаңыз дұрыс болар еді. Түсінбедім. Қандай тірлік?
өсімге ақша беретіңізді айтам. Қасиетті Құранда өсімге ақша беру ең ауыр күнәлардың бірі болып есептеледі. Өсімнен түскен ақша харам болып есептеледі. Сол харам ақшамен мені, мына ұлыңызды тамақтандырып жүрсіз. Ішіп жегеніміз, жиған терген дүниеміз харамнан болса... Сен қатын олай данышпан бола берме. Көмек сұрап келген адамдарға тарата беретіндей мен ақшаны жерден қазып алып жатқан жоқпын. Өздері менің алдыма мұқтаж болып келеді олар. Мұқтаж болып келсе, өсімсіз беріңіз. Көмек сұрап келген адамға көмек көрсетсеңіз, Аллах сіздің ризық несібеңізді одан сайын арттырады. Көмек сұрап келген адамдарға тарата беретіндей мен ақшаны жерден қазып алып жатқан жоқпын. Ақшаны тауып жатқан мен ба? Харам, халал демей. Артынды қысып тыныш отыр. Қалайсың, братан? Бірінші күн қалай өтті? Табыс қалай, табыс? Жарайсың, братан. Братан, былай істейік. Сен маған ақшаңды беріп қоя бер. Мен барып депозитке салайын. Сөйтіп, екеуміздің ақшамызды жинап, осы қаладан бір үй алайық. Сөйтіп ауылда апамды көшіріп алып келейік осында. Қалай қарайсың? Алып кел онда ақша. Мен банкке салып қоям. Жұмыстан хабар алып келем мен, жарай ма? О, холодильниктен нан пан тұр, соны жей тұр. Мен қайтып келе жатқанда кафеден ыстық тамақ алып келе салам. Жарай ма? О, мынау келіп жатыр ғой. Ассалаумағалейкум. Не болды? Қашан қайтарасың қарызды? Жеттер. Еркек шайтан. 3 күн күтіңдерші, қайтарып берем ақшаларыңды. Шынымен. Сен осы 3 күнді қанша сұрадың? Сен не? Біз лоқ көртірсің ба не? Жоқ, жеттер. 3 күн сұрап беріңдерші, өтініш. Қайтарам деп отырмын ғой. Еркекше сөзім. Ақшаларын толығымен берем, жеттер. Егер ақшаң болмайтын болса, не көрсің букмекерде? Шығар қалтында. Мынау не? Үш күн, ұмытпа. Егер тағалдайтын болсаң, өлдің, түсің ба? Сізге бұл жерде отыра берудің қажеті жоқ. Науқастың мазасын алмағаныңыз жөн.
Әйеліңізге барынша тыныштық қажет. Дәрігер, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Кабинетке жүріңіз. Дәрігер, айтыңызшы, үміт бар ма? Жасыратын ештеңе жоқ. Әйеліңіздің халі өте нашар. Ауруды асқындырып алғансыздар. Дегенмен үмітсіз шайтан деген. Үмітімізді үзбейік. Сіздің ақшаңыз қажетті шотқа аударылды. Енді Алматыдан келетін профессорды күтуіміз қажет. Алла қаласа, операциядан кейін жағдайы жақсарады деп сенейік. Менен қандай көмек қажет? Ешқандай. Сіз қолыңыздан келген жасадыңыз. Енді қалған дәрігерлердің еншісіне қалдырыңыз. Түсінікті. Рахмет сізге, дәрігер. Ана қаптарды бері қарай алып жүрсіңдерші. Ананы алыңдар былай қарай. Ей, не қылып отырсың? Дем алатын уақыт таусың. Тұр орнынан. Саған айтып отырмын. Мүлдем жоқ па мүмкін? Болды, онда хабарласамыз. Ассаламу алейкум. Қалайсың, Жандос? Қалай, Айдар? Ел көңіл жоқ қой. Тыныштық па? Тыныш. Жай болса болыпты. Өзің жүріпсің? Жүргенде сол, мен де саған ғана хабарласайын деп отқам саған. Жай ма? Тыныш болмай тұр ғой сол. Біраз проблемалар туып, соған кішкене ақша іздеп жүргенім. Сол бір болса сенде болады ғой деп саған хабарласайын деп отқам бауырым. Жандос, шын сөзім. Болса сенен аямайым ғой. Үйдегі келіншегім ауыр сырқаттанып, ауруханада жатыр. Қош? Өзімнің ақшам жетпеген соң, 5% ақша алған. Сол ана Алматыдан келетін профессорге ақылы операция жасату керек. Соған барын құйып қойдым. Дәл қазір енді қалтамда азын-аулақ қана дәрі-дәрмекке деген ақша бар. Сол болмаса. Қанша? Көп емес, бір 20-30 мыңдай ғана. Маған да тура сол сома керек болып тұр ғой. Бере тұршы бауырым. Бүгін просто керек қылады да, бүгін шешілмейін деп тұр да. Мен саған күні ертең қайтарып берем. Айдар, шын сөзім. Бере тұршы, өтініш, көмектесші. Жарайды, Жандос. Кешіктірмеші тоқа. Жағдайды көріп тұрсың. Кешіктірмеймін. Күні ертең қайтарып берем мен саған. Рахмет, Айдар. Күні ертең келем. Құдай қаласа. Қайтарып берем, еркекші сөзім. Айдар.
Атың кім? Бауыржан. Алло. Есім кім еді? Дәулет. Алло. Дайын. Алло. Сен осы көп демала дегенсің бар ғой? Сен сияқты жалқаулар керек емес бізге. Істейсің ба? Нормально істе. Істемейсің ба? Құры. Бүгінгі ақшаң жарысын алып қалам. Бұдан кейін көп демалмайтын боласың. Қалайсыз базеге? Жақсы Хасан, өзің қалай? Алла шүкір. Бәрі дұрыс па әйтеуір? Алла шүкір, бәрі жақсы. Бәрі ойдағыдай. Аға, қалайсыз? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Жақсы онда? Жақсы. Не? О? Қалайсың, братан? Қалайсың? Жүстеңе бес, братан. Жақтырмай тұрсың ба? Жүстеңе берші. Жалқыма. Бата берем. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, келіңіз. Сіз Саттар деген кісінің жұбайсыз ба? Иә. Мен ол кісіден ақша алған болатын. Бүгін қайтаратын күнім еді, бірақ жағдайымның келмей жатқаны үстіндегі үстемақысын төлеп кетіп, мерзімін создырсам деп едім. Ол кісінің өзіне хабарласқан едім, сізге тастап кете сал деді. Алып қала салыңызшы? Жоқ, алмаймын. Қалай сонда? Солай. Алмаймын дедім ғой. Өсімге неге ақша аласыздар? Өсімге алған да берген де күнә екенін білесіздер ме? Білуін білеміз ғой, бірақ жетіскенін алып жатыр дейсіз бе сол ақшаны? Амалсыздан, қысылғаныңыздан алып жатырмыз. Онда кімнен алдыңыз, соның қолына апарып беріңіз. Қалай сонда? Сіз оның әйелі емессіз бе? Сәлеміз.
Қалай Қасым? Жұмыс қалай болып жатыр ма? Қанша таптың? Қанша таптың? Az ғой? Онша болмады ма не жұмыс? Мен банкке салам мен. Мен кеттім жұмысқа. Болдым. Ұйықтап демала бер, жарай ма? Санжар келдің ба? Тез киімді ауыстыра ғой. Тамағын дайындап қойдым. Мазам болмай тұр. Не болып қалды? Bir жерің ауырып тұр ма? Мен жатам. Мазалаңдар. Братан, 200 теңге тастап кетші өтініш. Не аласың 200 теңге? Орбит алайын деп ем. Орбит? Жаңа нан мен пиязды орып алғам ғой. Аузым сасып отыр, неприятно да. Мал сен аузың жуылмағаны қанша уақыт болған өзі? Қанша? Құшы бар, аузыңды айырам қазір. Құруға сөйлемесе, братан. Құр денмесің. Чумырты келсін, братан. Жарайды, бүгінгі болсын. Таңертең кешпе кел. Келдіңіз бе отағасы? Санжар қайда? Бөлмесінде. Айтқандай, бір кісі ақша алып кеп беру керек еді, алып қалдың ба? Жоқ. Неге? Отағасы, өтініш, тек ашуламай тыңдаңызшы мені. Тыныш па? Құдай үшін, өтінем сізден. Өсімге ақша беріңіз, доғарыңызшы. Бағана келген кісі де ақшаның тек өсімін алып келіпті. Мен әдейі алған жоқпын. Амалсыздықтан ақша алған адам сізге алғыс айтады деп ойлайсыз ба? Керісінше, қарғыс айтады. Адамның қарғысын қоя беріңізші. Алланың қарғысынан қорықпайсыз ба? Данышпан, мен саған тағы да қайталап айтам. Мен ақшаны қалай табам өзім білем. Процентке ақша алғысы келмей ма, сұрамасын. Міне, мен сияқты еңбек етсін. Еңбек еттім, белшемнен байлыққа баттым. Сол дүниені Алла шығар сізге беріп отырған. Басты ұртпашы, бар тамағың дайында.
Дәрігер, қысқасы әңгімең тоқетеріне көшейік. Менің ұлымды ең мықты мамандардың бақылауында болуы тиіс. Одан ешқандай ақшаны аямаймын. Қанша ақша керек? Айт. Сіз сабыр сақтаңыз. Бұл жерде ақша туралы әңгіме қозғаудың ешқандай қажеті жоқ. Біз ешкімді бөліп жармаймыз. Біріншіден, балаңыздың анализін тексерейік. Содан кейін керекті емдеу шарасын бастаймыз. Бұл жерде білікті мамандар жеткілікті. Олардың шамасы келмеген жағдайда үлкен профессорларды шақыру ол бөлек әңгіме. Ұлыңыз оншалықты ауыр жағдайға жетпейді деп сенейік, сондықтан анализдің нәтижесін күтейік. Сабыр сақтаңыз. Мен сендер білмейді дейсің ба? Сендер ақша алмай ешқандай қимылдамайсыңдар. Анау құлқындарынан бірдеңе өтпесе, өлейін деп жатқан адамды да қарамайсыңдар. Сондықтан өтірік білеймсің бе? Тоқетерін айт. Қанша? Болмаса шақыр анау профессорларыңды. 10-ын шақыр, 20-сын шақыр. Бәрің аузынан ақшамен ұрайын. Менің ұлым аяққа тұрса болды. Сіз не? Барлық нәрсені ақшаға сатып аламын деп ойлайсыз ба? Иә, сатып алам. Қазір ақшаға сатылмайтын ештеңе жоқ. Денсаулығың да сатылады. Неге түк білмегендей персе болып отырсың? Менің сізбен салғыласып отыратын уақытым жоқ. Науқастарға баруым керек. Кабинетті босатыңыз. Мен сөзімді екі қайталамаймын. Айтқан сөздерімді есіңде сақтап ал. Малқау, сен не өзің мықтымын деп жүрсің ба не? Сен сияқты мықтылардың талайын көргенбіз. Бірақ Малқау мықтыны бірінші рет көреміз да. Мен саған өткенде ақшаның жартысын алып қалам дедім. Есіңде ма? Сол ақшаны берген жоқсың. Сондықтан қарызсың. Бүгінгі ақшамен қосып, сол ақшаны бересің. Түсіндің ба? Штраф саған. Маған профилактика жасап қойыңдар. Кешке дейін тәртібін жөндейтін болсын. Жандос, сен саттарға қарыз бердің бе? Балдар іздеп жүр ғой сен қалада. Сен оны қайдан білесің? Естідім. Қарызсың болған? Қарыз болсам төлеп берейін деп бердің не? Айтса енді қарызың қанша болған? Көп емес, $2,5 қарыз. $2,5? Жандос, саған $2,5 аз ба не? Жандос, байқа. Саттар өзін лақтырып кеткен балдарды аямайды. Сен қайдан дарисың саттарды? Араласасың ба не? Ағам одан кезінде процентке қарыз алған. Төлемейінше саттар оны ұрған балдармен. Машина сатып ағам құтылды. Қойшы. Өзім проблемам, өзім шешем. Сен шаруам болмай қойсын. Жақсы. Кеттім.
Не деп жатыр дәрігерлер? Әзірге ештеңе. Анализдерін күту керек дейді. Уайымдама. Бәрі орнына келеді. Бүткен мәселені ақша шешеді. Бұлардың аузына ақша тықсаң, кез келген адамды ол дүниеден болса да алып шығады. Неге олай айтасыз? Ақша деп, ақшадан басқа айтар сөзіңіз жоқ па сіздің? Мен ақиқатты айтып отырмын. Қазіргі заманның ақиқаты ақша. Мен бұлардың бәрін сатып аламын. Сосын өзі әр Санжарды аяққа тұрыстады. Оған еш күмәнің болмасын. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Сен не қылып жүрсің? Иә, осы ауруханада келіншегім жатыр еді. Сен әйелің ба? Иә. Менен алған ақшаң көмек тиіп жатыр ма? Енді әзірше белгісіз. Ақшаны төлеген болсаң, әйелім жазылып шығады. Анау артынан анып барыңдар. По-любому сындырыңдар. Ерге олған қасыңа алып. Үстіңе 5, братан. Сен өлімнен амалап қалдың ғой. Еме ақым 5, братан. Болды, братан. Охрана керек болса айтасың ғой. Район номызға, если что. Амансыздар ма айналайындар? Саттар дегеннің жұмыс істейтін жер осы ма? Иә, осы. Сізге не керек еді? Менің бір тығыз шаруам бар еді, сөйлесуім керек еді ол кісімен. Жеке сұрақтармен ертең қабылдайды ол. Ертең келіңіз. Ертең келе алмаймын, шырағым. Мен қалада тұрмаймын, 250 шақырым жерден келіп отырмын. Не мәселе өзі? Әлде қарыз беріңіз? Оны қайтейін деген едім. Тығыз шаруам бар деп тұрмын ғой мен саған. Кредитті,
жарайды алып көрші жүріңіз апа. Аман бағара. Сәке, мына кісі сізге келіпті. Жеке жолым керек дейді. Иә, болды, бара бер. Отырыңыз апа. Не мәселе, айта беріңіз. Мәселе болғанда менің жалғыз балам бар еді. Атадан жалғыз тұяғым еді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін менің жағдайымды жасаймын деп, бала шағаларымды ешкімнен кем қылмаймын деп, сауда саттық жасап, күн демей, түн демей тірлік істеді. Сөйтіп жағдайы жақсарып, дөңгелеп, бәрі жақсы болып қалған еді. Содан білмеймін ғой, біреулерге жолығып, жұмысы жүрмей, бәрі кері кетіп, қиналып қалдық балам. Бірде сөз арасында қазіргі тұрып жатқан үйімізді кепілге қойып, бір Саттар деген бір кісіден кепілге ақша алғанын естіп қалдым. Енді жұмысы жоқ болғаннан кейін жаңағы ақшаны қайтарып бере алмай, балам әбден қиналып қалды. Одан кейін өткенде үйге біреулер келіп, балама күш көрсетіп, қорқытып кеткенін байқап қалдым. Сонымен тоқайдарын айтыңыз. Сізді балаңыз сөйлесіп кел деп жіберді ма? Жоқ, ол тіпті менің бұл жерге келгенімді білмейді. Мен сіздің жұмыс орныңызды елдерден сұрап әрең дегенде қазір тауып келіп отырмын. Енді шырағым, мен келген себебім сенен алған ақшаның үстемақысы көбейіп кетіпті. Сол үстіндегі ақшасын алып тастап, бастапқы қарыз ақшаны саған қайтарып берсек, сөйтіп келіссек деп өтініш жасап келіп отырмайын алайын. Оның үстіне ақшасын бәрін жинап қойған. Тек сол үстіндегі ақшасын таба алмай қиналып жүрген жайы бар. Ана ретінде өтініп сұрайын. Мен балама білдірмей, сол ақшаны қазір түгел алып келіп отырмын. Сізге сол ақшаны қайтарып берсем, ал сіз маған үйдің құжатын бере салсаңыз, айналайын. Қысқасы былай, оған айтып барыңыз. Процентін тиынына дейін төлейді. Біз солай келіскенбіз. Сізге 2 апта уақыт берем. 2 аптада қайтпаса, үйдің құжатынан айырылыстыр. Бітті, боссыз. Шырағым, сенің анаң бар ма? Мен сенен ана ретінде өтініп сұрап келіп отырмын ғой, айналайын-ау. Боссыз дедім о, әкелген ақшаны тастап кетіңіз. Үстіндегі пайызын 2 аптада қайтарасыз. Әңгіме осымен бітті. Боссыз. Шырағым, сенің де анаң бар шығар. Мен сенен ана ретінде өтініп сұрап келген едім. Жауым барғанда да шеше беріңіз ғой? Шешен сұрақ. Тойды көріп жігіттер көріп. Анау Жандос деген жексұрын тауып, ақшаны өндіріңдер.
Жердің астына кіріп кетсе де тауып алыңдар. Давай барыңдар. Қалайсың Қасым? Жұмыстан қайттың ба? Сен ертерек қайтпасаң, не істейсің қайтқанда ертерек? Көп жұмыс істесең, көп ақша табасың. Әкел ақшаны. Өзің тамақ жей бер, мен кеттім жұмысқа. Мақұл? Кеттім. Үйге бара бер. Санжардың анализдері дайын болды ма? Иә, дайын болды. Бірақ түсініксіз жағдайлар болып тұр. Қандай? Санжардың денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ. Бірақ науқас ес-түссіз жатыр. Қалай сонда? Өзіміз медициналар емеспіз. Бұрын сонда мұндай жағдай болмаған. Анализдерді қайта тексеруге жібердік. Сөндірулі телефоны. Ол нөмірін ауыстырып тастай береді. Білем ғой. Бірақ соңғы нөмірін тек мен ғана білуші едім. Ол да өшірулі. Соңғы рет қашан көрдің оны? Кешке әкеп тастағам. Клубтан ба? Иә, басқа қайдан болады? Білем. Қарызы басынан асып жатыр. Бір күні бірі өлдіріп кетпесе болар еді соны. Кеше айтты маған, $2,500 қарызы бар екен. Жәрдем береміз? Самат, мен көмектесуден қашып отырған жоқ. Көріп жүрсің ғой, қарызын жауап берем, ертеңді қайттан кіреді. Бұл әдетін қойдыру керек оған. Енді қалай істейміз онда? Білмеймін. Басым қатып кетесің. Ой, ештеңе емес. Ештеңе емес дедім ғой саған. Айтқанмен не керексің сен қолына? Қасым, бұл ауыл емес саған. Сен ыңылдағаннан көне салатын.
Мен қарызбын адамдарға, қарызбын. Қашан қарызым құтылғанша осылай жүрем мен. Ой, солай. Сен тапқан тиын тебен неге жетеді ол, Қасым? Көп жұмыс істеп ақша табам деп жатсың ба? Болыпты, жұмыс істе. Тиын тебен. Мен жатам бар, мазам жоқ. Ұйықтаймын. Сіз үйіңізге барып тынығып келсеңіз болады. Уайымдамаңыз. Балаңыз біздің қатаң бақылауымызда болады. Жоқ, мен осында боламын. Анализ нәтижелері дайын болды ма? Анализ нәтижелері бүгін дайын болады. Менің балам ес-түссіз қашанға дейін жату керек? Мен сізге қайталап айтам. Бұл медицинада өте сирек кездесетін жағдай. Анализді 2 қайтара тексеріп көрдік. Сіздің балаңыздың денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ. Неге ес-түссіз жатқан белгісіз. Ертең Алматыдан келетін профессордың консультациясын тыңдап көрейік. Содан кейін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Оған күмәніңіз болмасын. Профессор деп сұлталатпай қойыңдаршы. Не, менің балам осы жерде әді ерткеннен жатыр деп ойлайсыңдар ма? Сендерге не керек екенін өткенде айттым ғой. Профессорлардың 10-ын шағыр, 20-сын шағыр. Олымды аяққа тұрсатын болсын. Сирек кездесетін жағдайды қойды ғой. Мына кісіге не жағдай болған? Не болды? Кім бет аузыңа ремонт істеп берген? Бір жағдайлар болып. Жандос, осы жүрсіне қорықпайсың ба сен? Кімнен қорқуым керек? Қалай кімнен? Сен қазір жалпы жағдайды ойланып көрдің бе? Кім көрінгенге қарыз болып жүрсің ғой қазір? Ертең шыдамы таусылған бір өлтіріп кетсе не істейсің? Осының бәріне ана құмар ойын кінәлі. Қашан қоясың осы әдетіңді? Негіз қою керек еді осы. Мынаны сол істеген, шынымды айтшы, мен ештеңе жасырмай-ақ қойшы, өтінемін. Короче, мен қарызбын. $2,5 қарызым біреуге. Басында $1,500 еді, кейін процент көбейіп $2,5 болып кетті да. Кімнен алдың оны? Бір Саттар деген бір процентчик бар, содан алған. Не үшін? Керек болды енді? Иә, бірақ мен де ақымақпын, сен не үшін алғанын сұрап отырған. Енді қандай шешім келдің? Қанша сұрап бердің? Шешімге келгенде
қарызда бере тұршы ақша. Жандос, сөзім жоқ саған шынымен. Қайтарам ғой. Еркекше сөзім, бұл сөзім еркекше сөз. Қайтарып берем мен саған. Жарайды, мен саған бердім делік ал. Ертең сен қайтадан қарызға аласың ба? Кірмеймін. Қарызға кірмеймін, болды. Бұдан кейін сол $2,5 берсем болды, құтылам бәрінен. $2,5. Сонда қазір мен саған $2,5 берсем, барлығынан құтыласың ба? Барлығы тазара ма? Енді барлығы болғанда $3,500 ғой негізі. Жоқ, бәрінен құтылам, тазарам бұдан кейін ше. Құтылам қарызын бәрінен. $3,500 берсең болды, досым. Менде басқа мүмкіндік болмай тұр. Жақсы, жарайды. Бір-екі жерге кіріп шығайық. Болды. Шаруаларым бар еді. Болды. Кеттік. Сен мен любой жерге ғой, брат, до конца ғой. До конца кірем ғой. Қай жер ол, қандай жерлер ол? Ақшам берсең болды бауырым. Қарызымнан құтылайшы, болды, бітті бәрі сөз. Қазір көреміз. Өмір бақи саған қарыздар болып өтем ғой. Жігіттер, бүгінге жұмыс жақсы болды. Бүгінгі табыстарын алып кетіңдер. Сенің табысың. Сенің. Айтқанда жігіттер, бүгін мына бөлмені босатып, ертеңге дайындау керек. Соған бүгін шаршап тұрып қой, ертең істейді. Иә, ертең. Жарайды онда, ертең болса, ертең азанда. Все, хорошо. Бір өзің тасисың ба? Бір өзің тасиын деп белің шойырылып өліп қалып жүрмейсің ба? Ертең саған жауап беретін желание жоқ. Сенісің ба? Өзің біл оны. Дәрігерлер анализдердің барлығы жақсы деп жатыр. Санжар неге оянбайды? Топастарда өңшең. Ақша алғандан басқа ештеңе білмейді. Анализдерін де дұрыс тексермейді. Диагнозын да дұрыстап қоя алмайды. Бұлардың барлығына көрістім мен. Мүмкін бұл Алланың сынағы немесе ескертуі шығар деп ойламайсыз ба? Немене? Адамнан жасырғанды Алладан жасыра алмайсыз ғой. Қаншама адамды жылатып көз жасына қалдық. Сол көз жаспен келген ақшаны пайдаландық. Өзімге ақша бермеңізші деп қанша рет айттым. Бетімді қайтарып ұрсып тастай бересіз. Алланың харам етіп, ауыр күнәға жатқызған ісімен айналысып, көп адамның көз жасымен, қарғысымен келген ақшаны пайдаланғанымыз өтірік емес қой. Харам ақша ешкімге, ешқашан абүйір әкелген емес. Жаратқан ием осыны бізге Санжар арқылы ескертіп жатқан сияқты.
сенен ана ретінде өтініп сұрап келген едім. Харам ақша ешкімге, ешқашан абүйір әкелген емес. Я Аллам, я жаратушы ием, қателескен пендеңді кешіре көр, біліп білмей жасаған үлкен кішілік күнәларымды өзің кешіре көр. Жүрегіме иман бер, өзің көрсеткен тура жолдан ауытқымай жүруімді нәсіп еткейсің. Я мейірімі шексіз Аллам, күнәға батқан мендей пендеңді кешірші. Жазықсыз ұлымның дертіне шипа берші. Жалынам саған, құдіретті Аллам, жалынам саған, кешірші пендеңді. Санжар? Санжар құлыным? Ботақаным? Балапаным жалғызым? Санжар, Санжар? Санжар балапаным сол. Не болды? Әкелдің ба? Иә. Жігіттер, жалпы сендері қанша қарыз? Сен кімсің? Мен Жолдас баласы болам. Жолдас балаң қанша қарыз деген айтпадың ба не? Өз ауыздарынан естігім келді. 2,5 мың. Не болды? Ойнап жүрсің ба не сен? А? Қасым! Аға! Аға! Қасым! 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 Аға, скорый! Скорый, аға! Қасым! Аға! Скорый! Қасым!
Қысқасы былай жеттер. Менден ақша алған адам барлығына хабарласыңдар. Үстіндегі пайызын алып тастаңдар. Ақшаны жағдай жетсе қайтарсын. Жағдай жетпесе қинамаңдар. Кештім. Ана кепілге қойған заттарын бәрін қайтарып беріңдер. Сәке, ана Жандос деген ақшаны қайтарып еді. Оны не істейміз? Жандос. Оның үстіндегі процентін қайтарып беріңдер. Қалған ақшаны жетім жесірлерге таратыңдар. Болды, түсінікті. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар? Қалай келіншегің жазылайын деді ма? Аллаға шүкір, операция сәтті өтті. Дұрыс болған екен. Сізге рахмет аға. Мынау өткенде алған ақшамды Құдай қаласа уақытылы қайтарым, уайымдамаңыз. Маған несін рахмет айтасың? Рахметті Алла тағалаға айт. Дертін беруші де, шипасын беруші де бір Алла тағала. Ақшаны жағдайын келгенде көрерсің. Үстіндегі процентін мүлдем ұмыт. Кепілдікке қойған көлігіңді алып кете берсең болады. Жарайды, ауырмаңдар. Рахмет аға. Бақытыңды бар кезінде бағала, санаңдағы сан ойларды сарала, қадіріңді білмей өттім, қайтейін, кешір мені, кешір алсаң жанаға. Ассалаумағалейкум достар. Біздің осы фильміміз сіздерге ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді алда жаңа фильмдерді түсіреміз. Бізбен бірге болыңыздар.